Қайырлы күн. Бүгін мен өте дәмді, өте керемет үлпілдек болып шығатын бауырсақ дайындаймын. Ең алдымен жылы сүтімізді, жылы суымызды, дрожжымызды, қантымызды салып, кішкене 10 минутке қалдырып қоямыз. Дрожжымыз жұмыс жасау керек, апарасын жасаймыз. Апарамыз көтерілгеннен кейін тұзымызды, сары майымызды, ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илеп, бетін жауып, жылы жерде 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілу керек. Мінекей қамырымыз ашып, көтеріліп, әдемі болып ашып шықты. Енді бөлшектерге бөліп, бауырсағымызды жайып, өздеріңіздің қалаған формаларыңызды жасаңыздар болады. Мен мына жерде бокалдың көмегімен домалақтап кесіп алдым. Бауырсақтарды кесіп болғаннан кейін 5-10 минутқа бетін жауып қойып тұрасыздар. Сонда бауырсағымыз үлпілдек болып піседі. Орташа отта тапамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып, орташа отта пісіріп аламыз бауырсақтарымызды. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Видеоларым ұнап жатса, каналыма жазылып қалыңыздар. Рахмет.